Кездесудің бұл колледжде өтуі бекер емес. Нағыз жұмысшы мамандықтарын даярлайтын білім ордасы 80 жылға жуық құрылыс саласына қажетті мамандарды оқытып келеді. Облыстық мәслихат депутаты Марат Қойлыбаев оқу орнына жан-жақты қолдау көрсетілетінін атап өтті. Тас қалаушы бар, ана жерде жаңа сварщиктерің бар, мына электриктерің бар, бәрі міне керемет оқып жатыр осы жерде. Ал енді осы оқуды әрмен қарай дұрыс жалғастыру үшін осындай колледждерге біз қолдау жасауымыз керек. Мына облыстық мәслихаттың депутаты ретінде айтқым келетіні, осы мамандықтардың иесі жақсылап білім алып шығу үшін соның бір қолдау жасап, жетпей жатқан техникалық базасында жаңартуға біз өз үлесімізді қосып, мына бөлінетін қаржыдан, қазынадағы қаржыдан, мемлекеттен соны соған көбірек бөлуіміз керек. Өйткені осыдан білім алып шыққан балдар, осыдан ертең кәдімгі кәсіби жақсы мамандар болып, өзіміздің еліміздің көркейіп өсуіне өз үлестерін қосады деген біз сенімдеміз. Тәрбие мен тәртіп ұштасқан ортаның бағыты айқын, болашағы жарқын болады дейді аға буын. Сондықтан жастарды отансүйгіштікке баулу, олардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңдіру маңызды. Осы мақсатта жастар ресурстық орталығы жылдық жоспар құрып, студенттермен ынтымақтаса жұмыс істемек. Біз осы уақытқа дейін Ақтөбе қаласындағы барлық оқу орнына кездесуге барып, бүкіл колледждерде жас студенттерге, жас балдарға өзінің құқық бұзушылық бұзбау мақсатында және де өмірде қандай тәрбие алу керек мақсатында ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізіп келеміз. Енді міне биыл Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентіміз айтқандай, еңбек адамдар жұмысшы мамандықтар деп жариялағандықтан біздер енді алдағы уақытта осы колледжбен бірлесіп жұмысшы мамандықтар сюжетін түсіруіміз келіп отыр. Яғни айтқанда жас мамандар иесі көп қазір. Жұмысшы еленбей жатқан мамандар көп. Соның бәрін біз көрсету мақсатында осындай колледжбен біз бірлесіп жұмыс атқарғымыз келіп отыр алдағы уақытта. Ақтөбе құрылыс техникалық колледжінде қазір 600-ге жуық білім алушы бар. Кәсіптік оқу орны, дәнекерлеушілер, құрылысшылар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысандарының инженерлік жүйелеріне қызмет көрсететін техниктер сияқты еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие мамандықтар бойынша кадрларды даярлайды. Жаңа оқу жылынан бастап лифт және эскалатор қызметі мамандығын ашуды жоспарлап отыр. Гүлдан Абайқызы, Жасан Жалбақов, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.